Бүгінгі видеода біз сіздерге біз қатыса алмайтын объявленияларды көрсететін боламыз. Заказчиктар тендер шығарған кезде, объявление шығарған кезде бір определенный требования, определенный признактарды қосып шығарады. Егер осы признактар бізде болса, біз қатыса алмаймыз. Так, бірінші бізде мына объявлениеға кірейік, картриджға. Мұнда кіргенде біз сразу көрсек, общий сведенияға өтеміз. Общий сведения міне. Астына түссек, признаки закупка среди организаций инвалидов деген бар. Бұл андай деп түсінбеңіздер, инвалидқа ИП ашам, қатысам деп олай жұмыс жасамайды. Бұған қатысу үшін сен хоть өзіңе ИП ашсаң, ашсаң да болады, бірақ сен қол астыңа инвалидтер жұмысқа алу керексің. Инвалидтер саған жұмыс жасайды официально, и сендер бұны производить етіп, өздерің қатысасыңдар. То есть картриджға қатысып, осы картриджға қатысып, ұтып жабасыңдар. Ал бұлай инвалидқа ИП ашып, хоть первый, второй болсын, инвалидқа ИП ашып қатысу, ондай олай істеуге болмайды. Бізде екінші признак. Так, мынау басқа лот уже, то есть басқа объявление. Мына жерде бірінші признак жоқ, инвалидный признак жоқ. Бірақ екінші лотыға өткен кезде изъятие из национального режима да деп тұр. Бұл не? Изъятие из национального режима, то есть ол отечественное производство. Егер сен осы картриджға қатысқың келсе, сен осы картридждарды өзің производить ету керексің. То есть сенде какой-то бір завод болу керек, производство болу керек. Ол завод дегенде үлкен фабрикалар емес. Мысалы, көп адамдар, көп ИПлар осы изъятиені перчаткаға, А4 бумагаға алып алды. Олардың бәрін шығаратын бір кішкентай аппараттар, сол аппараттармен олар шығарып, өзінің ИПсына тіркеп қатыса береді. То есть үлкен фабрика, заводтар ашып не обязательно. Просто сенде осы картридж шығаратын аппарат болу керек, и сен оны өзінің ИПіңа тіркеу керексің. Индустриальный сертификат алып, қатыса берсеңдер болады. Үшінші признак бізде документацияға өткен кезде, мына жерде байқасаңыздар, разрешение первой категории лицензии, разрешение второй категории лицензии. Да деп тұрса, мына жерде біз қатыса алмаймыз. Немесе мына жерде жоғарындағыдай перейти деген тұрса, тоже қатыса алмаймыз. А егер нет деп тұрса, онда қатыса беруге болады. Бұл не? Бұл енді мына жерде оқып отқандай, бұл просто разрешение первой категории лицензии, второй категории лицензии. Бұл лицензияны тоже ИП-ға тіркеп, осында қатысып отқанда тіркейсіңдер. Лицензияны алу қиын емес и оңай да емес. Бір определенный бір лицензиялар сұрайды. Мысалы, электрический какой-то бір жұмыстар болады ғой. Работаға қатысқан кезде сендер сол работниктің істейтін адамдардың бір лицензиясын тіркейсіңдер. Какой-то бір медицинский товарларға лицензиялар сұрайды. Сол лицензияларды поставщиктен алып тіркеп жіберуге болады. Бірақ бұл көп кездесе бермейді. Бұл арасында бір определенный бір нишаларда кездеседі. Енді бізде осы үш признак бар. Жазып алыңыздар. Бірінші признак бізде ол среди организаций инвалидов. Екінші признак ол бізде изъятие из национального режима да деп тұрса қатыса алмаймыз. Үшінші ол бізде разрешение первой, второй категории лицензия сұраса қатыса алмаймыз. Егер осы үшеуінің хоть біреуі шығып тұрса лотта, онда қатыса алмайсыңдар. Қатыса алмайсыңдар дегенде, пока сен өзің инвалидтарды жұмыс қол астыңа алмайынша қатыса алмайсың. Пока сен өзің производствосын ашпағанша қатыса алмайсың. Лицензияң болмаса қатыса алмайсың. Егер осының бәрін тауып тұрсаң, онда қатыса беруге болады. Бірақ сіздер енді жаңадан бастап жатсаңыздар, бұлар сізде пока что болмайды. Потому что начальный этапта сразу барып лицензия алып алу, сразу барып изъятие ашып алу, сразу инвалидтер жұмысқа алу, вряд ли у вас получится. Егер бір опытный, бір какой-то бір саладан үлкен компаниялар болса, олар ладно, олар ашып алады. Бірақ жаңадан бастап жатқан ИПлар пока что начальный этапта үйреніп кететін кезде ондай көп заморачиваться етпейді. Так, осы үш признак. Үш признактың үшеуі де болмау керек. Сондықтан кіресің бірінші, общий сведенияға кірдің, қарап алдың, признаки жоқ, инвалидность сұрап тұрған жоқ. Лотыға кірдің, нет деп тұру керек мына жерде. Да деп тұрса қатыса алмайсың. Документацияға кірдің, нет деп тұр, все, қатысайсың, зерттейсің, ұтасың. Егер осы признактың біреу болып қалатын болса, сен случайно заявка беріп қоймайсың, сені даже дальше жібермейді, бір определенный бір ұстап қалады. Сен заявка беріп жатқан кезде индустриальный сертификат сұрақ қалады, лицензия тіркейтін жерден өте алмай қаласың, өзің бір определенный бір моменттері болады. Сондықтан уайымдамаңыздар, случайно заявка беріп қоямын дейтін тема бұнда болмайды. Просто сіздердің уақыттарыңызды босқа жоғалтпасын деп біз осыны ескертеміз сіздерге.